Қайырлы күн, қымбатты қазақ елі. Мен сіздерге бүгін балықтың икрасынан жасалған блинчик, құймақ дейміз ба, соны жасап көрсетейін деп жатырмын. Бұнда мен бірталай жылдан бері жасап жүрмін. Өте жақсы тағам. Міне мен сіздерге мынау балықтың икрасы. Бұл жерде жарты килограмм, 500 грамм. Енді көбірек істеймін десеңіздер, 1 килограммнан істеуге де болады. Мен енді жарты килограмм. Осы икраға міне тұз салдым. Тұз салып қойдым. Енді оған кішкене жылы су қостым. Жылы су қосып, кәдімгі блинчик құсатып, араластырып, оған ұн саламын. Ұнды өте көп салмайсыздар. Өте блинчик сияқты өте көп салудың қажет жоқ. Шамамен 1 кружка, 200 грамм сондай салсаңыздар болады. Жарты килограммға. Сосын міне 2 қасық, 1,5 қасық су май құюға болады. Бұл кәдімгі өзіміздің өте қымбат емес балықтардың икрасы, қарапайым. Бұдан жаңа икраның сыртында қапталған несі болады, пленкасы. Сол пленканы алып тастағандарыңыз жақсы. Перчатканы киіп алып, езіп, суды тамызып, сол суды құйғаннан кейін жылдамырақ алынады да, майда шүйде қалғандары. Соны алып тастағандарыңыз әдемі болып, әйтпесе камок болып пісіп қалуы мүмкін. Және кәдімгі блинчик сияқты ас соусын қоссаңыздар болады. Ол ас соусы енді жұмсатуға көмектеседі ғой. Сондықтан ас соусын да қосасыздар. Бағана мен қарабұрыш
жоқ болып қалды үйде. Қарабұрыш қосса, одан да дәмді болады. Кішкене қарабұрыш қосып жатыр, міне алдыртып. Қарабұрыш қосыңыздар. Енді ұнатпағандарыңыз өздеріңіз қоспайсыздар ғой. Қарабұрыш қосса дәмді болады. Сапаның алғашқысын майлаймыз. Одан кейін майлаудың қажеті жоқ. Кеш жарық құрметті көрермендер, міне менің балық икрасы, қазақша айтқанда балықтың уылдырығы, содан пісірген құймағым дайын болды міне. Сіздер де осылай балаларыңызға, менің замандастарым, немерелеріңізге осылай балықтың икрасынан осындай құймақ пісіріп берсеңіздер, өте тоқ болады.